Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде екінші аудио-видео мәтін. Бұл мәтін Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындалып жатқан оқушыларға арналады. Бұл мәтін тек қана мәтін емес, сондай-ақ сұрақтарымен бірге, тест сұрақтарымен бірге. Ал тест сұрақтарына жауап берген кезде жауаптарын комментарийге жазуларыңызды сұраймын. Ал енді бастаймын. Аты жаһанға мәшһүр данышпандардың бірі достарымен қалада қыдырып жүріп, пойызына кешігіп қалады. Әрең дегенде қуып жетіп, енді міне бергенінде аяғындағы аяқ киімнің бір сыңары шешіліп түсіп қалады. Бұл кезде жерге қайта түсіп алу мүмкін емес еді. Себебі жүйткіген темір тұлпардың жылдамдығы сәт сайын күшейіп келеді. Жанындағы жолдастары енді қайтер екен деп тұрғанда данышпан аяқ киімнің екінші жұбын шешіп алып, анау алғашқысы түсіп қалған жаққа қарай лақтырып жібереді. Данышпанның мына қылығына түсінбеген біреуі шыдай алмай: "Неге бұлай жасадыңыз?" деп таңғала сұрайды. Оған күле қарап оқымысты былай деп жауап береді: "Темір жолды паналаған бір пақыр аяқ киімнің бір жұбын тауып алса, екіншісін де тауып кисін" дейді. Дара сыңарының өзіне керегі болмайтын ұғынып, өзінен гөрі бір жарлыға көмек болатынын түйсінген данышпанның даналығы өзгелерге үлгі болды. Бірінші сұрақ. Мәтіндегі мәшһүр сөзінің мағынасы: А. Ақылды, дана. Б. Көпке белгілі, атақты. С. Мақтаншақ, сараң. Д. Сабырлы, төзімді. Екінші сұрақ. Данышпан не мақсатпен аяқ киімінің екінші сыңарын лақтырып жіберді? А. Достарын таңғалдыру үшін. Б. Адамдардың көзіне түсу үшін. С. Кедейге көмек беру мақсатымен. Д. Аяқ киімі жыртылып қалғаны үшін. Үшінші сұрақ. Асты сызылған сөздің антонимін табыңыз. А. Жылдам. Б. Бәсең. С. Көзді ашып жұмғанша. Д. Епті. Төртінші сұрақ. Мәтін мағынасына сәйкес мақал мәтелді көрсетіңіз. А. Ақыл адам көрігі. Ақылдың сабыр серігі. Б. Шындық жоқ жерде сұмдық көп. С. Өлімнен ұят күшті. Д. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны алады. Бесінші сұрақ. Данышпанның ісін бір сөзбен сипаттаңыз. А. Мақтаншақ. Б. Жағымпаздық. С. Қамқорлық. Д. Қызғанушылық. Міне балалар, осы мәтінді тыңдап көргендеріңізге рахмет. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.